келеді. Бұл күнді қазақтың жаңа жылы деп атауға да болады. Наурыз мерекесінде түрлі ұлттық ойындар ойнатылып, наурыз көже пісіріліп, мол дастархан жайылады. Адамдар бір-біріне ұлыс оң болсын, ақ мол болсын деп тілектерін айтады. 22 наурыз қазақтың халықаралық мейрамы құтты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, аспаздарыңыз ашық болсын, бауырларыңыздар. 22 наурызда қазақтың ұлттық ойындары ойнатылады. Олар арқан тарту, доп тебу, асық ойнау деген сияқты ойындар. Көкпар, алты бақар және де басқа ойындар. Наурыз мейрамында наурыз көже, сүт, айран, қымыз, шұбар, қор, ірімшік, жен және басқа тамақтар да жасалынады. Өзіміздің ата-бабаларымыз қыстан қалған себеппен жылқының етінен мысалы, оның ішінде қасы болса, семіз қасы болса, одан да жақсы. Себебі сол сүрленген етті асырады, ол піскеннен кейін сол сүрленген етті алып қояды, жеті дәм пісіріледі. Ол арпа бола ма, бидай бола ма, жоқ ол тары бола ма, соны бәрін пісіріп қояды. Етті қазаннан шығарып алып, әдемілеп тұрып турап, қайтадан сорпаға салады. Жаңағы пісірген жеті дәмді сол сорпаға етімен бірге араластырады. Бәрін араласып болғаннан кейін оған тағы да кесте салып жібереді. Сосын тұзын, құртын, тағы да айранын құйып, бәрін араластырып болған кезде оны наурыз көже деген болса, оны балдарға беріп, бір жылға дейін қалындары көп болсын, халқымыз көп болсын, келесі наурызға дейін аман болайық деп тойдырып ішкізіп, үйімізді бір-біріменен көрісіп, аман есен қыстан шықтық, мал жағымыз аман, үйдегі адамдардың барлығы аман деп туысқандарын, көрші болғандарын шақырып, сол наурыз көжені бірге барлығы ішіп тойлайды. Мерекемізбен ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі құтты болсын, ақ мол болсын. Наурыз күндегі жердің түрегі, бауыры жалып налақар, бабымен ғана жібейді. Наурыз күнігі жердің түрегі, шашылып ырыс шанақтан, шақырып бірі-бірейді, шаттанушы еді бірейді. Баршаңызды ұлыстың ұлы мерекесі, наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.